бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадина қаласында отырған сәтінде Абу Бәкір радиаллаху анхтың қызы Асма радиаллаху анха пайғамбарымызға жүгіріп келеді. Өкінішке орай сол кезеңде Асма радиаллаху анханың анасы әлі мұсылман болмаған екен. Дінді қабылдамаған кісі екен. Күйеуі Абу Бәкір дінді қабылдаған, қызы Асма радиаллаху анха дінді қабылдаған, бірақ діннің нұры, исламның шуағы, Алланың хидаят тура жолы ол кісінің жүрегіне әлі кірмеген екен. Сол кезеңде қыздарын зиярат ету мақсатында Мадинаға келген кезде енді сол дәуірде өмір сүрген сахабалардың бір жаңағы ұстанған керемет бағыттары бар еді. Кейінгі мұсылмандар мынау біздер жоғалтып бара жатқан бір үрдіс бұл. Алдарына шыққан қандай да бір мәселеде олар бірінші Құранға қарайтын. Алдарына шыққан қандай да мәселеге жүгіріп олар пайғамбардан соның шешімін сұрайтын. Өкінішке орай біздер кейбір кезде өміріміздегі қалыптасқан жағдайларды бәлкім Құран ішіндегі аятқа қайшы келетін болғандықтан ба, бәлкім пайғамбар сөзіне қайшы келетін болғандықтан ба, сол Құранға да хадиске де жүгінбестен өзіміздің ойымызбен амалдап кетіп бара жатамыз. Бұл мұсылмандардың үлкен бір қателіктері. Мұсылман пендесі бұлай болмау керек екен. Себебі Алла субхана ва тағала Құраны кәрімінде ла туқаддиму байналла ва расули, яғни байна ядайиллахи ва расули, яғни не деді? Сендер ешқашан Алла менен оның елшісінің сөздерінің алдына шығып кетпеңдер. Бірінші сол сөздерге жүгініңдер, олардан бірінші ойларыңды білдірмеңдер деп Құран сөзінде айтады. Сонда осындай тәрбиемен тәрбиеленген Асма радиаллаху анха пайғамбарымызға жүгіріп келіп, "Уа Алланың елшісі, менің анам Меккеден келген екен. Келгендегі мақсаты бізбенен жаңағы көрісу, бізбенен табысу, бізбенен жаңағы бір мәміледе болу. Мен діни тұрғыдан ол кісі бірақ мұсылман емес. Не істеуім керек? Қандай мәміледе болуым керек? Мен оған құрмет жасауым керек па? Жоқ әлде одан бет бұрып кетуім керек па?" деп пайғамбарымызға жүгіріп осы сұрақты сұрайды. Сонда мейірім нұры, ғаламның мейір шапағаты болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Әрине ол кісі де қандай да бір мәселе болмасын, ешқашан өзінің ойынан ештеңе айтпайтын. Себебі Алла субхана ва тағала Құранында айтты: "Ва ма янтиқу ғанил хава ин хуа илля вахин юха." Ол пайғамбар өзінің нәпсісіне беріліп, өзінің жаңағы көңіліне тартқан сөз сөйлемейді, ойымен ештеңе айтпайды. Оның бүкіл айтып жатқан сөздері, аузынан шыққан хадистерінің баршасы Алланың оған уахи еткен сөздері деді. Сонда Алладан бір жауап күтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сол кезеңде уахи келеді. Мумтахина сүресінің мынандай бір аяты келеді: "Астағфируллах, ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дин ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илайхим инналлаха юхиббул муқситин." Ва мұсылмандар, Алла тағала сендерді расында кейбір нәрселерден тияды, кейбір нәрседен тимайды. Бірақ тура осы тұрғыда сендерді дейді, сендерге қарсы соғыс ашпаған, сендерге қарсы қол көтермеген, сендерді өздерінің жұрттарынан қуып сендерге дұшмандық қылмаған кісілерге қарсы ан табаррухум, оларға жақсылық жасауларыңа, ва туқситу илайхим, оларға әділетті қарым-қатынас жасауларыңды Алла тағала ешқашан тимайды. Керісінше Алла тағала инналлаха юхиббул муқситин, Алла тағала жаңағындай нәпсісіне берілместен, әділетсіздікке бой алдырмастан шынайы әділ болған кісілерді жақсы көреді деп Құранда баян етеді. Осы аят түскеннен кейін Асма радиаллаху анха анасына барша құрметін жасап, жаңағы бір қыз анасына қандай тұрғыда қарым-қатынас жасау керек болатын болса, бүкіл мәмілесін жасады дейді. Құрметті жамағат, ардақты ағайын, бұл жерден де көретіндігіміз, қарап отырсақ, пайғамбар өмірінде, сахабалардың өмірінде, мына Құран аятында да көріп жатыр. Біздер кейде жаңағы не дейміз, ашуға салынамыз, кейде жаңағы ызаға беріліп кетеміз, кейде сондай жағдайларда дұрыс жасап жатырмыз ау деп
әділетсіздік қарым-қатынас жасап қоюға апарамыз. Алла тағала Маида сүресінде айтты, сендердің біреулерге деген дұшпандықтарың деді. Біреулердің сендерді көңілдеріңді қалдыруларына байланысты сендер ешқашан оларға қарсы әділетсіздік қарым-қатынас жасамаңдар деді. Алла тағала осындай аяттарында бір мұсылман баласының қалай өмір сүру керектігін көрсетіп жатыр. Жаңағы Асма радиаллаху анханың анасына көрсеткен қызметінен де көретіндігіміз, енді Алла сақтасын, ондай дінде емес деп те айта алмаймыз. Ата-анамызды қазақ баласы болғаннан кейін, исі қазақ болғаннан кейін, Аллаға шүкір, біздер сонау 10 ғасырда біздің топырақтарға дін келіп, ислам келіп, сол кезеңнен бастап мұсылман болған елмізбіз. Алланың осы асыл дінін, исламды қабылдап, оның ішіндегі осы ұстанған Абу Ханифа мазхабын ұстанған елміз. Сондықтан мейлі күнделікті 5 уақыт намаз оқымаған болса да, мейлі Рамазан айының оразасын ұстамаған болса да, исі қазақ кісілерге біз не қыламыз? Жалпы мұсылман деген аттағамыз. Сондықтан мына жерге қарайтын болсақ, ол жерде мұсылман болу былай тұрсын, дінде емес, пұтқа табынып жүрген кісінге осындай қарым-қатынас жасау тұрғысынан Алла тағала арнайы аятын жіберді. Сондықтан біздер бұл жердегі мақсаттан түсінетініміз, яғни қоғамда дін ешқашан жаңағыдай бөлінісуді, дін ешқашан бір-біріне дұшпандық туғызуды, дін ешқашан бір-біріне мейірімсіз болуды қаламайды деген.